Так, оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты амалдардың орындалу ретін анықтап, есептерді шығару, дұрыс шығару. Амалдардың орындалу реті бізде, яғни есептерде білесіздер, көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдары барын. Енді бұлардың есептерде кездескенде қайсысын бірінші шығарамыз, яғни соны анықтаймыз. Мына бірінші жағдайда жаңа алдыңғы видеоның нәтижесі шығып, мына жазып қойдым ғой. Бірінші жағдайда, мысалы 37 қосылған 12 бөлінген 6 тең болады 39. Бірінші қосу тұрса да, міндетті түрде біз бірінші көбейту мен бөлуді орындаймыз. Содан кейін барып қосу мен азайтуды орындаймыз. Мына біріншісінде бөлу 12 мен 6-ның бөлінісін біз бірінші орындаймыз. Одан кейін барып қосуды орындаймыз. 12 мен 6-ның бөлінісі 2-ге тең, 2-ге 37-ні қосқанда 39 болады. Яғни екінші біз қосуды орындадық. Келесі көбейту де бар, бөлу де бар. Мына жерде қосу немесе азайтудың бірі болуы мүмкін. Бірінші көбейтуді орындаймыз. Себебі бұл жерде бірінші тұр. Мына жерде бірінші бөлу тұрса, онда бірінші бөлуді де орындадық. Бірінші көбейтуді орындадық. Одан кейін екінші бөлуді орындаймыз. Нәтиже соңынан кейін барып мына жерде азайту тұрса азайтуды, бұл жағдайда қосуды орындаймыз. Қазір мысалы 2 мен 5-ті көбейтіндісі 10-ға тең, 4 пен 2-ның бөлінісі 2-ге тең, 10 мен 2-ның үшінші амал 10 мен 2-ның бөлінісі 10 2-ге тең. Келесі, дәл қазір өзің мына есепті видеоны стопқа қойып, мына есепті шығарып көр. Яғни сен бірінші амалдардың орындалу ретін анықтайсың, қайсысы осының ішінде бірінші орындалады. Одан кейін барып мәнін табасың. Дәл осы амалдары орындалу ретін анықтап, мәнін табасың. 3 амал болса, 3 амалды арында орындалу реті болады. 2 амал болса, 2 орындалу реті болады. Дәл қазір видеоны стопқа қойып, мына есептерді шығарып көр. Түсінгеніңді. Егер түсінбеген жағдайда, мына видеоны қайтып қарап көр. Келесі, тек қана қосу мен азайту болған жағдайда қалай есептейміз? Тек қана есебімізде қосу мен азайту болатын болса, солдан оңға қарай бағыттап есептейміз. Қайсысы бірінші тұр, сол жақта қосу тұрса бірінші қосуды, одан кейін барып азайтуды. Мысалы 27 мен 6-ның қосындысы 33-ге тең, 33 мен 3-тің айырмасы 30-ға тең. Қалай тұр? Дәл солай есептейміз. Келесі 54 пен 14-тің айырмасы қосылған 2. Бұны қалай есептейміз? Жаңағыдай айтқандай, сол жақтан оңға қарай бағыттап есептейміз. Бірінші азайту тұрса, бірінші амалымыз азайту. 54 пен 14-тің айырмасы табамыз, содан кейін барып 2-ні қосамыз. 54 пен 14-тің айырмасы 40-ға тең, 40 пен 2-ның қосындысы 42-ге тең. Дәл қазір сен өзің мына 20 қосылған 12 азайту 2 амалын есебін өзің шығарып көр. Бірінші үстіне амалдардың орындалу ретін қоясың, одан кейін мәнін табасың. Түсінбесең, қайтып мына видеоны өзің қарап көр. Келесі есебіміз көбейту мен бөлу болған жағдайда. Бұл да қосу мен азайту секілді, көбейту мен бөлу де сол жақтан оңға қарай бағыттап есептейміз. Қайсысы бірінші тұр? Бөлу тұрса бірінші бөлуді есептейміз. Одан кейін барып көбейту тұрса көбейтуді есептейміз. Бірінші амалымыз 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең. Яғни бұл екінші амалымыз. Келесі, көбейту бірінші тұр, бөлу екінші тұр. Жаңағы айтқандай, сол жақтан оңға қарай бағыттап, сол жақта бірінші көбейту тұрса, бірінші мына көбейтуді орындаламын. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең, 12 мен 2-ның бөліндісі 6-ға тең. Дәл қазір видеоны стопқа қойып, мына есепті өзің шығарып көр. Бірінші амалдардың орындалу ретін белгіле және нәтижесін шығар. Маған нәтижесін WhatsApp-қа жібер. Бұл үшеуі алдыңғы 3 мысалы мен түсіндірген. Бұл жақша болмаған жағдайдағы есептеудің тәсілі. Ал егер бізде жақша болған жағдайда қалай есептейміз? Жақша болған жағдайда, жақшаның ішінде қосу болсын, бөлу болсын, көбейту болсын,
міндетті түрде жақша бірінші орындалады. Ол жақша басында тұрса да, ортасында тұрса да, соңында тұрса да жақша бірінші орындалады. Содан кейін барып, жақшадан кейін барып міндетті түрде көбейту немесе бөлу амалы орындалады. Содан кейін барып ең соңынан қосу мен азайту амалы орындалады. Бірінші жақша, екінші көбейту мен бөлу амалы, одан кейін қосу мен азайту амалдары. Міне жақша бірінші амал, одан кейін міне көбейту мен бөлудің бөлу түрі екінші амал, одан кейін үшінші амал қосу. 5 пен 10-ның қосындысы менде 15-ке тең, 15 пен 3-тің бөліндісі 5-ке тең, 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Келесі есепте жақша ортасында тұр. 98 пен 8-дің айырмасы бұл бізде бірінші амал. Бірінші орындаймын қазір оны. Одан кейін қараймын, қосу мен көбейту мен бөлу бар ма? Міне көбейту мен бөлу бар, міне тұр. Оны екінші орындаймын. Одан кейін барып жаңағы айтқан қосу мен азайтудың біреуі, міне үшінші орындаймын. Енді қарайық. 98 пен 90-ның айырмасы 8-ге тең. Екінші амалым 8-ді 2-ге көбейтемін, 16. 16-ға 50-ді қосамын, 66 шығады. Дәл қазір видеоны стопқа қоя тұрып, мына есепті шығарып көр. Өзің ең алдымен бірінші амалдардың орындалу ретін анықтайсың. Үстіне яғни бірінші орындаймын, екінші орындаймын, үшінші орындаймын деп амалдарды қоясың. Содан кейін барып сол амалдарды қойғаның бойынша есептерді шығарасың. Бұл есептердің нәтижесін маған WhatsApp-қа жібер.